Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушысы Ержан Ерман. Менің сынып жетекшісім Сералова Курбашин. Мен осы уақытқа дейін оқуға құштар мектеп жобасында 6 ертегі оқыдым. Олар патша мен бұлбұл, ұртоқпақ, түлкі, тасбақа, кене, қаңбақ шал, алтын сақа, алтар көсе мен Шықпермеш Шығай бай. Мен бұл ертегісі бойынша қолдағы барың мен бағыңды бағалауды түсінсем, ұртоқпақ ертегісі бойынша жат әдеттен аулақ болуды үйрендім. Тасбақа кене ертегісінде өтірік айтпай шын еңбек етуді баяндаса, қаңбақ шал да ақыл мен адамгершілікті ұштастырады. Сақа ертегісінде батылдық пен сақтықты үйренсем, алтар көсе мен Шықпермеш Шығай бай ертегісінде сараң болмауды санама тидім. Ең бірінші ертегі оқу ата-ана мен баланың арақашықтығын жақындатады. Ертегі оқу менің жан дүниемді байытады. Сонымен қатар еңбекшіл, ақылдық, шыншылдық, адамгершілікке тәрбиелейді.